Мықты миллионер бауырларының басын қосып алдыңыз. Өндірістер әулеті. Иә. Сәлем. Кішкене қобалжып жатырмын, бірақ жасырмай қояйын. Вагонда біз 11 жыл тұрғанбыз. Булинг қой. Әзіргі жағдай ол миллионерлер. Иә. Қанша миллион бар шотта? Менің инстаграмым тоже. Мен 1 миллион долларға бермеймін. Жақсы көремін мен қайта осындай нәрсені. Асырап алған бала, иә? 100 миллион минимум шығар менің Теңге. Жыладым. Тиіскеміз біз кәдімгідей. Біз де сендіргеміз. Ручкамен жазатын болған, не печать. Өзімді блогер, продюсер және инфобизнесмен ретінде таныстырамын. Лайфхактарың, алгоритмдарың қандай? 100 миллионның жағына шығып кететін шығар. Жігітіңіздер ма? Ол біле ма мұны? Бюджет естіп тұрған. Біз ұрса екеуміз ұрыспайды емес, ұрсамыз. Кім пісірді соны? Мамамызға ұқсағымыз бұл жағын. Рахмет. Қырт істей салайықшы, пожалуйста. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін бізде ерекше сұхбат болайын деп тұр. Мен білесіздер, терең, жүрек үшін, рухани байлық үшін, қарым-қатынастар үшін маңызды дүниелерді айтқанды жақсы көремін. Сол үшін бір үйдің мықты миллионер бауырларының басын қосып алдыңыз. Өндірістер әулеті. Сәлем. Саят мырза өмір көркем жобасында сұхбаты маған қатты ұнап, сонымен сөйтсем Саяттың өзі сияқты бизнесмен екі қарындасы бар екен, Асылзат және Ырсай. Ырсайды көпшілік тіпті 16 жасар миллионер деп таниды екен. Асылзат Шымкенттің жұлдызы. Кондитер. Иә, Шымкенттің бәрін тәттімен тойдырып жүрген қыз. Негізі біздің ортамызда вагоннан шыққан миллионер Саят өмірс. Қош келдіңіздер. Сәлем. Рахмет, көргеніме қуаныштымыз. Мен де кішкене қобалжып жатырмын, бірақ жасырмай қояйын. Кішкене Асылзат бірдеңе деп айтып жүрсеңізші. Асылзат нормально бәрі деп па? Типа кайф, жақсы көремін мен қайта осындай нәрсені. Күшті. Неден қобалжып жатсыз? Білмеймін, мен камераға бұл бірінші рет сөйлеуім, шын айтқанда. Бірінші рет мен осылай подкастта сұхбат беріп жатырмын, и бірінші рет осылай камераның алдында сөйлеп жатыр. Поэтому барлығы маған жаңадан болғандықтан кішкене қобалжып жатырмын. Күшті ғой қобалжу деген сезім. Адреналин көтеріліп жатыр. Иә. Ұнап жатыр. Ал Ырсай? Не дейін мен? Қобалжып отырсың ба? Мен кеше ғана подкаст бердім. Айтпақшы. Бүгін енді жанымда Саят отқаннан кейін мен особо қорқып жатқан жоқпын. Қобалжып жатқан жоқпын. Яғни ағамыз біздің қамалымыз, тіреуіміз, иә. Араларымыз қанша жас? Мен 27-демін. Арамыз біздің 7 жас. Ырсай менің арамыз, Саяттың арасы 13 жас, ал Ырсай екеуміздің арамыз 4 қана жас. Асырап алған бала, иә? Кез келген үйдегі кішкентай баланы асырап алған біз сені деп әзілдейді ғой. Иә. Сондай болды ма? Иә, болды. Жыладың ба? Жыладым. Тиіскеміз біз кәдімгідей. Біз де сендіргеміз. Мен до конца сенгем шынымен. Ырсайдың сенуі тез болатын, өйткені фамилиясы басқаша ғой. Біз көргенімізде осы самый крутой аргумент тұғын. Көрдің ба, сен фамилияң басқа, олай болмайды ғой деп ше. Неге фамилияң басқа сенің? Өйткені шынымен асырап алған шығар. Сен жылап. Менде негізі мынандай история ғой. Мені мамаға негізі денсаулығына байланысты туға болмаған да. Бірақ сонда да, мамам туам деп. Басқа мама туған ба сені? Жоқ. Мынау күшті жас қою керек. Сөйтіп, в общем, мамам андай туып сондай болғаннан кейін папам қатты жақсы көреді да, папаның қызымын да. Сол себепті папаның отчествосын берген. Яғни менің фамилиям, ол отчеством ғой. Тамаша. Жақсы, енді бұл разогревпіз жаңағы. Күліп алып жатырмыз. Вагоннан шыққан миллионер деген тақырыпты көрермендер тағы да бір естігіміз келіп тұр. Сонымен сол вагонда қанша жыл тұрдыңыздар? Вагонда біз 11 жыл тұрғанбыз негіз. 10-11 жыл. Мен 10 жасымда, бұл кезде сен қаншада едің? 3-2. Демек Ырсай вагонда дүниеге келді? Иә. Сен точно ашты. И то бұған вагончик деп мазақтайтын еді. Класстастарым. Туысқандар, достар. Булинг қой.
иә жоқ маған буллинг жасауға духы андай ғой негізі ше мындай негізі вагон болғанмен ол кәдімгі үй тұғында негізі айтады ғой адамға егер бір нәрседе тиісетін болсаң сөйлейтін болсаң егер ол жанына тиюі мүмкін егер ол рас нәрсе болатын болса ал ол біз үшін кәдімгі үй болды да поэтому қанша жерден бізге де олай сөйлеп жатса бізге ешқашан бір обидно болған мен емес. қазір енді прикол қылып айтып отырмын ғой туысқандарымызды сөйтіп тиіскен деп ше бірақ қандай да әшейін бүйтіп тиіскен сияқты болатын ойын ғой енді әзіл а так вагон факт что вагонда но вагонның іші кәдімгі бір 2 бөлмелі үй сияқты болатын 6 метр короче 6 ұзындығы ені 6 в общем 4 бұрыш тік 4 бұрыш и типа ішінде 2 бөлме кәдімгі тамағымыз тоқ киіміміз бүтін біз кәдімгі үйтобыз күшті киініп жүретінбіз жоқ андай трейлерде өмір сүретіндер көп қой андай көлікте ше көшпелі көлікте қазір жалпы өзіңнің жеке тұратын жерің болса болды емес па иә маңыздысы сол емес па бірақ сіздікі жылжитын мүлік болған сияқты иә жоқ жылжығанда көтеріп алып апарып қоя беруге болады соны айтамын ғой жылжитын мүлік қой иә жылжитын біз үш жерге апарғанбыз оны иә шымкенттің ішінде ма шымкенттің ішінде иә біз бірінші бір папашкам бір үлкен кісінің үйін салып жатыр еді двухэтажный сол жаққа попросить еткен тұғын осы вагонды қоя тұрайық деп сөйтіп олар келісіп сол жаққа бірінші вагончикті сол жаққа апарып қойдық самал 2 деген район вот сол жақта ырсай туылды вот и сол жерден 2 жыл тұрдық 2 жылдан кейін оны қайтпас 2-ге алып бардық сосын самал 3-ге өзіміздің жердің басына шымкенттің райондары иә 3 жерге қалай енді жалпы жігіттер ондай мектепте бәрібір де балалар жаман әзілдейді ғой жаман айтады ғой ауыр айтады әзілдеген кезде жігіттер ондай кезде қайсарланады көрсете қойыңдаршы дейді қарсылығын көрсетеді бірақ қыздар жылап қалады жүректері ауырып қалады иә ырсай базын изеп жатыр менде честно ондай болмапты маған айтқандар болды бірақ білмеймін ешқашан былай оған настроением түсіп менің ой деп жылап қалған кезім болмапты дух мықты возможно білмеймін бірақ маған ол сөздер мүлде әсер еткен жоқ иә ал ырсайда қалай болды мен 1-2 класстасым айтқан ал так негізі мен 1 класстан 4 классқа дейін старосты болып сондай сыныптағы андай лидер тұғым ғой и маған особо өйтіп буллинг жасайтындар ондай қыз болмаған мен маған тиісе алмайтын тұғын особо дегенмен бірақ бүкіл Қазақстан қазір өндіріс деген фамилияны естісе вагоннан шыққан дейді әркім әртүрлі елестетеді но қазір бір факт бар вагоннан шықса да қазіргі жағдай ол миллионерлер иә қанша миллион бар шотта біздің енді егер менің капитализациямды айтатын болсақ дәл қазіргі таңда онда $1 миллион құрайды дәл қазіргі таңда қатып қалған сома иә егер үй машина анау бүкіл нәрселерімізді менің жалға салған инвестицияларымды барлығын ақша ретінде шығаратын болсақ $1 миллион шығады арсайда ше маған қызық болып тұр сол менде ма ой менде аз ғой онда енді $1 миллион емес бірақ теңге миллион капитализациямды айтайын ба мен жоқ сенде мысалы қара сен инстаграм сенің бизнесің сенің инстаграмың ғой и сен оны қаншаға бағалайсың қанша миллион тұрады деп ойлайсың өте көп тұрады онда 100 миллион минимум шығар менің инстаграмым иә сонша табуға болады қанша оқырман бар 33 мың бірақ өте лояльный өте мен енді ол жаққа сататын болсам реклама сататын болсам сонша ақша табуға болады мына жерде мынандай нәрсе ғой 32 мың аудитория әр ай сайын 5-8 миллионға дейін табыс әкеліп алып жатыр келеді маған иә сонда жарнамамен ба жоқ жарнамасыз өзінің курстарын өзінің жеке жұмыстарын сатады ғой мысалы мен бағана айтқан кезде мен өзімнің инстаграмды айтпадым тоже ше менің инстаграмым тоже мен $1 миллион бермеймін яғни 500 миллион теңге ұсынса маған инстаграмға оған бермеймін мен почему потому что мен білемін да ол жақта өте көп ақша бар екенін мен қазір бүйтіп типа мен андай нәрсе істейін деп жатырмын десем мен франшизамды сатамын арманс академиясын десем ол адам 5 миллионнан төлеуге дайын мысалы ол 50 миллион теңге сен осындай көп ақшаны ала аласың ғой жақтан енді социальный капитал ғой иә бұл кәдімгі дайын бизнес қой енді инстаграм аккаунт шын мәнінде асыл затта ол кәдімгідей бизнес иә негізінен сатылымдар инстаграм арқылы ғой иә инстаграмда бейкери асыл байкери так мен саған шынымды айтсам вообще ол жағын есептеп көрмеппін жарайды тоже сол бір 100 миллионның жағына шығып кететін шығар егер жаңағыдай есептейтін болатын болса екі қыздың да инвесторы жаңағы коучы ұстазы о деп мен мен кстати ұрсайға кішкентай кезінен бастап осы уақытқа дейін бір 20 миллионнан көп ақша салғам
өзім инвестировать еткен. Бұның енді обучениесі инстабос дегендер бар ғой, соны оқыған, оған 1 миллионнан, макбук там, не знаю, 1,5 миллион, осындай телефондар кішкентай кезінен бастап болшы. Ал талшынға қайта мен асыл затқа біз талшын деп атаймыз. Кстати, менің екі есімім бар. Не себепті? Мен осы сұрақты навсегда жапсам бола ма осы жерде? Көп адам сұрайды просто ше. Айтты, сосын жауапса. Иә, давайте закроем. Былай айтқанда, менің екі есімім бар, Талшын және Асылзат деген. Негізі азан шақырып қойған есім Талшын, жаңағыдай құлағыма 3 рет сыбырлап айтқан есім. Бірақ документ жүзінде Асылзат деп кеткен. Себебі мен әпшем болған, қырсық өте. Асылзат деп қойғысы келген, менің есімімді ол кезде метрикеге ручкамен жазатын болған. Не печать. Райхан деген вот, сол кісі барып метрикені алған кезде өзіне ұнаған атты жазып жіберген. Асылзат деп. И интересный факт, мен өзімнің есімім Асылзат екенін 6 жасымда 1-ші сыныпқа барғанда бірақ білгем, тақтаға шығарған кезде. Қазір қалай көбіне қайсысы ұнайды? Көбіне қазір Асылзат деп таниды барлығы, сондықтан білмеймін, екеуі де жақын маған. Негізі более Талшын маған өте қатты жақын, себебі тек жақындарымға айтады олай. Біз кішкентай кезінен айтқанбыз да. Ал вот Талшынға, вот Асылзатқа қателесіп қалмай, бір адам екеуі. Көбісі, кстати, айтады, сіздердің тағы да 3-ші сестренкаларыңыз бар ма, есімі Талшын деген сияқты вообще. Жоқ, это я. Бұл жаққа мен қайта көп салмаған, бұл жаққа енді бір 10 миллиондай ақша саған шығар, мына жаққа көбірек саған. Бірақ тағы бір интересный факт бар, кстати. Мен қанша жасында ең бірінші кітап оқу керектігін айтқан осы история бар, күшті бір история. Айтып берейін ба? Мен айтып берейін да онда. Ең бірінші мен 10-11 жасымда ма или 11-12 ма жасымда Саят екінші болма деген Қуаныш Шонбайдың кітабын маған берген еді. И сөйтті да айтты, егер осы кітапты оқып бітіретін болсаң, мен саған любой нәрсені әперем, қалаған нәрсені әперем деп. Сөйтіп айтты да, арасынан андай любой сұрақ қоя салам, өтірік үшін оқыдым деп айта салу жоқ деп ше. Иә, сөйттім да, мен беріліп андай түсінік айтқанда, сұрағанда андай жауап бере алатындай қылып күшті қылып оқып сол кітапты бітіргем. И бітіргеннен кейін не алып берейін деді. Сөйтіп тағы да барып кітап алып берші деп сөйтіп 3 кітап сатып алған болатын. Одан кейін ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт деген Камшат Бекжігітованың, сосын тағы да 2 кітап алған болатын. Солай кітап оқып даму жолына вообще алып келген осы кісі ғой. Мен бірінші содан бастаған. Екінші болмадан ең есте қалған инсайт қандай? Білім және кругозор деген, білесіз ба? Сол тема. Сол өткен. Типа білім дейтін, мысалы холодильник екенін барлығымыз білеміз, ол кругозор да. Ал холодильниктің ішкі қандай нәрселері бар, ол қалай жұмыс жасайтынын білу, ол уже білім деген сияқты. Иә, машинаның бәріміз білеміз, бірақ источниктің машинадан білімі жоғары дегенді білдіреді ғой. Сол сияқты. Ал Асылзатқа инвестиция қалай болды? Қалай басталды, неден басталды? Ең бірінші ол басқа менің курсы шығар. Ол кезде басқа менің курсы емес, кеттік бәрін таста деп аталатын еді. И ең бірінші потогында 2020 жылы қателеспесем, сол бірінші несіне потогына мені шақырған болатын. Ол кезде бірінші потокта 15 қанама студент болатын. Сол студенттердің бірі мен. Яғни торт пісіруге қызығушылық пайда болды, иә? 5 жыл бұрын. Иә, негізі 15 жаста. 16 жасымда. 16 жасымда тоже негізі біз ағам неге болған, себепкер болған, спорттан пайда болған бұл нәрсе. Бұл кісі маған айтқан, торт жасай алмайсың сен деп. Ол кезде бізде тортқа спрос болды да, бізде не болатын, полуфабрикат болатын. Біз үйде ашқан тұғымыз сол бизнесті, полуфабрикаттың бизнесін. И бізде адамдар торт сұрап бастады да, бірақ біз тортты басқа біреулерден алатын едік. Солай мен айттым кейін, мен неге істемеймін деген сияқты. Сол кезде осы кісі айтқан болатын, сен торт істей алмайсың деген сияқты. И такая, мен назло бардым да істедім сол тортты. Бірақ ұнайды ма? Иә, өте қатты ұнайды. Менің екен, түсіндім сол уақытта. Қазір қанша күніне торт пісіріп отырсыздар? Мәссаған 50-ден астам. Бір күнде? Бір күнде, иә. Бұл үлкен жетістік, иә? Ары қарай мақсат қандай? Так, біз кеше 14 февраль ғашықтар күнінде рекорд жаңартқан тұғымыз. 120-дан астам торт саттық бір күнде. Бенто торт па, әлде кәдімгі торт? Бенто торт, кәдімгі торт барлығын қосқан кезде, ең үлкен кассовый аппарат сол кезде болды. Мен сол кезде түсіндім, оказывается, бір күнде 100 тортты пісіру оңай. Яғни 21-дегі Талшынның қанша жұмыс қызметкері бар? Қазіргі таңда саны 4-еу. Қазір мен көріп тұрмын сенімді, өзіне кәдімгідей Шымкент торт жейсің ба деп тұр. Яғни сенімді. 21 жаста бұндай сенімді болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қайдан келген сенім? 15-16 жаста қалай болды? Жақсы, мен түсіндім. Жалпы отбасында жилка дейді ғой, бар, өзі.
жарысып өскен, бір амбициялар бар, әкеміздің арқасы. сау бәсекелестік бар, оның бәрі. Мен ойлаймын бұның барлығы барлығы білімнің арқасында деп, потому что білім болған жерде андай біліп тұрасың да ары қарай не істеу керек екенін, не істесең сенің қолыңнан сол нәрсенің келетінін ше. Өз ісіңді біліп тұрасың. өз ісімді біліп тұрмын, ол жарға жаңағыдай не істеу керек екенін біліп тұрамын мысалы да, и бұл андай қорқыныш особо жоқ екен былай айтқанда. Ештеңе қорықпайсың. Ештеңеден деп айтпай та қояйын, но қорқатын жерлерім бар. Но қазіргі таңда десең көп десең. Бизнеста бір рет жылап келген кездер болған. Иә, басында осыдан 5 ай бұрын кондитерскаям ашылғаннан кейін мен сайтқа жылап барған тұғынмын. Менде, короче, сауда жоқ, вообще 0. Істемеймін, не үшін аштым мен бұны деген сияқты менде ойлар болған, сөйтіп жылап барғам. Сосын кейін не болды? Мастер-шефі болды ма? Бір-екі пару советов туда-сюда и бар. Қандай кеңес берді? Туда-сюда. Маркетинг жағынан ғой, негізі. Просто бір-ақ нәрсе айта салайын. Новый әрекет жоқ жерде, новый нәтиже жоқ. Всегда солай. Новый әрекет жоқ жерде, новый результат жоқ, поэтому сол бір-екі инструменттерді қайтадан дұрыстап түсіндірді, соның жасаудың арқасында. Вот 14 февраль рекорд жаңарттық. Мен енді сенімдімін, бүгін осы подкастты сұхбатты көргеннен кейін бір 20-25-тегі жастар біразы бизнес жоспар құра бастайды, әрекет ете бастайды. Негізгі мақсатымыз осы үшеуін жинап алғандағы сол. Негізі қазір мен бәрін жеке-жеке сөйлесіп алайын, сосын негізгі тақырыптарға көшіп. Арыстай немен айналысады сонымен? Үйретеді, иә? Менде қазір самозапускпен және запускпен айналысамын. Ол немене? Яғни самозапуск деген өзімнің наставничеством бар. Менде наставничество, личный наставничество 1 миллион теңге, ал групповой наставничество 700 мың теңге тұрады. Ай сайын вот соны адамдарға сторисім арқылы сатам, өзім набирать етем. Және де миллионник блогер Зарина Нұржанованы танитын болсаңыз, 1 миллион 200 мың подписчигі бар. Соның продюсермін, екеуміз партнермыз. Қазіргі таңда курс создавать етіп, уже 3-ші запускты бірге жасайын деп жатырмыз. Оған дейін де 13 миллионға запуск жасаған кезіміз болған. Өзім чистыми өзімнің блогым арқылы 8 миллион теңгеге продаж жасаған кезім болған. Вообще негізі өзімді блогер, продюсер және инфобизнесмен ретінде таныстырамын. Инфобизнеске қызығатын адам көп. Бәрі қазір инфобизнесмен болғысы келеді, бәрі продюсер, бәрі сондай күшті. Бірақ не у всех миллионы есть. Қалай? Как у меня так получается? Нет, қалай миллионер болуға болады? Сенің құпияларың, лайфхактарың, алгоритмдарың қандай? Негізінде мен қазір барлығы 16 жасар миллионерша деп айтады ғой, бірақ негізі мен өзімнің алғашқы миллионымды 13 жасымда сторис арқылы тапқам. 13 жасыма дейін мен енді типа воздух сатып жүрген инфобизнесмен емеспін. 12 жасымнан бастап негізі SMM-мен айналысқам. 25 мың теңгеден клиенттер алып, сосын 25 мың теңгеден айфонға алғаннан кейін клиенттерімді 50 мыңға алып, 80 мыңға алып, 100 мыңға алып, и бір 12 жасымның өзінде мен нормально популярная едім. Типа ай сайын 300 мың теңге табатын 12 жасар қыз деген сияқты. Сол кезде аудиториямның барлығы сұрап бастады менен, қалай сен 12 жасында 300 мың табасың, бізге жүйретші деп. Сонымен марафон создавать еттім. Ол марафондағы закрытый аккаунтта күнде 1 сағат прямой эфирға кіріп отырып, қалай клиентпен келісу керек, копирайтинг деген не, сторис деген не, пост салу қалай деп сондай бір темада сөйлеп отыратын едім. Қосылу 15 мың теңге и 7 мың теңгеге ма, короче. Солай бірінші марафон сатқам, сол марафоннан ақша тапқам, сторис арқылы сатып. И солай бірінші миллионымды жасағаннан кейін уже біздің қаладағы инфобизнесмендерге қызық бола бастады. Қалай сен сториспен осылай тез сатып тастадың марафонды, қалай саттың деп сұраныс туып, уже бизнесмендерге оқытып бастадым. Ең алғашқылардың. Мына жерде бір нәрсе айтып кетсем бола ма? Бұл бізде қай потокта оқыдың мен десең? 3-ші потокта. 3-ші потокта. Бізде оқыған кезде менің студентім ғой енді, бұдан да бөлек басқа адамдар оқыған. И сол кезде тапсырма бергем. Ол кезде сенде қандай телефон еді? G3 Samsung. Samsung G3. Барып Instagram жүргізу керек бойынша ше, басқа барасың, сөйлесесің адамдармен, Instagram'дан жүргізіп берейін деп 25 мың теңгеге. Сөйтіп барып бұл 25 мыңнан 4 клиент табу керек болатын. 4 клиент табасында 25 мыңнан Instagram'дарын жүргізіп бересің, 100 мың табасың бір айда. Осындай істесең мен саған iPhone алып беремін деп. Всегда бір нәрсені мотивация. Всегда бір нәрсе беріп қоятын тұғым, бір нәрсе жасаған үшін. Осылай тәрбиеленген да, и мен оны бала шағама да пайдаланамын деп ойлаймын, Алла қаласа ше. Өйткені мына бір рет попробовать етіп көріп жатырмын, получается. И оны бала шағаға да попробовать етуге болады екен деген сияқты ше. И ең қызығы бұл жерде айтқым келіп жатқан нәрсе, то что бір күні
Аль-Фараби деген ТРЦ бар бізде, кәдімгі ТРЦ-лар ұқсап. Сояққа барғанда бір кісімен бір магазин женской одежды, сояққа барған, инстаграмын көрген, онша емес инстаграм, сыртынан жазып көреді ғой, онша емес инстаграм. Барғанда ана келіскен ғой әпше мен. Әпше инстаграмда онша емес екен. Мен жүргізіп берейін 25 мың теңгеге. Мен енді үйреніп жүрген кезі ғой. Сол үшін 25 мың теңге, давайте жүргізіп берейін деп айтқан. Ана кісі мақыл деген, сөйтеді да, бірақ мынандай телефон онша емес, суретке түсіре алмайды. Samsung қой J3. И мен бұған айтқам, 25 мыңға келсесің, 5 мың теңгеге саған мен фотограф жіберіп берем. Ол барады да суреттерге түсіріп, саған телеграммен жібереді. Сенде әдемі суреттер тұрады, соларды сала бересің. Телефонды сылтауратпа маған деген. Бұл маған телефон әпер дейді да, жүргізіп беру үшін, жаңа инстаграмды жүргізу үшін. Мен айтамын сылтау. Көбісі сылтауы көп. И бағанадай сылтауратпа оны, сондай деп айтамын. Сонымен ең қызығы мынау. Сөйтеді да, бұл келіскен, сөйтеді да фотограф жібергенмен, ол суретке түсіріп жіберген. Сөйтіп бұл инстаграм жүргізіп жатқан кезде тикток түсірмеген, видео түсірмегенсің ба? Жоқ, былай ғой, маған модель шақырып береді 2 сағатқа. Сөйтіп сол 2 модельмен мен видео түсіргем ғой, тек тикток. Типа, мысалы, мына аяқ киім тұрады, 2 аяқ киім тұрады, мынадан секірсе келесі киім кетіп, сондай трендтер қылып күшті түсіргем ғой негізі. Сөйтіп 3 видео істеп бергем, бірақ суретке түсірмегем да. Яғни киіммен фото жасамағам, только видео жасағам. И маған фото жасамағасын деп, в общем, ұрсады ғой сол нені, тип бастығымен сол кезек. И сөйтіп мен болды исправлю модель шақырамда түсірем деймін ғой, короче. Ол маған өзі 10 мың теңге предоплата беріп қойған, 25 мыңды полный бермеген. Өзім 10 мың теңге ағам. Сөйтем да 14 мың теңгеге модель шақырам ғой 2 сағатқа. Сөйтіп оны, короче, түсірем. Ол кезде менде Каспи жоқ, детский Каспи жоқ. Саят қой маған аударып отыратын. Сөйтіп Саят айтады. Маған звондап тұр ғой, жылап ше. 12-де ма, қаншадасың, 11-десің ба? Кішкентайым 12-де ма. Жылап тұр да, мана әпше маған ұрысты дейді да. Мына инстаграмға мен суретке түсірмеппін дейді да. Біреудікін аға мен білмеймін да ол кісіні, мысалы да. Мына енді мен не істеймін, мен тағы 14 мыңға модель шақырып жатыр, а менде ақша жоқ дейді да. Маған 10 ағың берген, мен оны жаратып қойдым дейді да. Соған маған ақша жібересің ба деп жылап тұр да. Дауысы кәдімгі естіліп тұр ғой маған. И мен жұмыста жүрмін. Анау маған тиеді да, қатты ше андай менің қарындасым жылап тұр. Иә, мен барып ана әпшеге, сен кішкентай адам, кішкентай қыз ғой, типа бір қателік сонша сөйтіп айқайлауға бола ма, неғып жылап жатыр деп ұрысқым келіп тұр ғой. Барғым келіп тұр ғой. И бит тұрамын да. Тоқтаймын ғой бірақ ше. Мақыл деп ақшаны аударамын да, бұл ошибка болу керек, опыт алу керек деп ше. Сөйтіп бұған сондай опыт алғызғам. Бірақ ана кісіге сөйлемей танымаймын да, соге білмеймін. Содан басталған ғой. Түсіндіңіз ба, жұмыстар ше. Қазіргі жетістік миллионерша, миллиондар табу. Әке шешесін кеше ғана Грузияға апарып келдің, иә? Грузияға апарып қайтты. Әке шешемізді. Негізі біз қазір видеоны көріп отырған көптеген ата-аналарға да лайфхак болып жатыр. Мен қыздарды сөйлетіп алып, сосын Саятпен сөйлескім келіп отыр да, шын мәнінде. Өйткені көп ата-ана баласынан гений жасағысы келеді. Көп ата-ана баласын осындай тұрмысып қалған, тірлік істеп қалған, жаңағы үнемі алға ұмтылып жүретін, еш жерден мотивация іздемейтін мықты жасағысы келеді. Бірақ қалай жасау керек екенін білмейді. Бір білетін тәсіл ол жаңағы кружоктарға таси береміз. Сосын он бала қаласа да қаламаса да оған ақша құямыз. Енді сондай сияқты да, сіздерге лайфхак. Саят, енді бұл жерде 2 қыздың инвесторы отыр, иә? Ол қай кезде басталған нәрсе? Әкеңіз айтты ма? Жоқ, әкем айтқанда қыздардан бизнесменді қай кезде көре бастадың? Андай ғой, Құдайға мың да бір шүкір, менің осы 2 қарындасым бірдеңе істейм көрсетші деп жүреді да. Мынандай қалай істесем болады деп. А ондай кезде поддержка беру кайф да. Адам істейм деп тұр ғой, айтады ғой, болатын мен болыс деп ше. А мен болмайтындармен де болысып кеткен кездерім болған да. Болмаймын деп тұрған адамды құлағынан сүйреген кездерім болған. Иә, сөйтеді көбісі. Иә, и ол тартпайды, істемейді. Ал бұлар да сондай болды, что мен де істеймін деген сияқты. И мен ойлаймын, ең бірінші жайлап өзім көп оқуға барып, оқып, білім алып, ізденіп, үйде медитация, анау істеп, кітаптар оқып жүретінмін, соны көретін бұлар. Кішкентайынан, 10 жасынан бастап, бұлар көріп жүреді да, и соны қайталайтын. Соны қайталап, и осы жерге шейін келді негізі ше. Сонда бір үйде бір адам мықты болып кетсе, қалғандардың бәрін тартады екен ғой негізі. Қалған бәрі соған тартылады екен да. Ал бәрі енді біздің әкеміздің әңгімелерінен ғой негізі. Менің бала-шағам номер 1 дейді. Всегда. Мен бала-шағам бұлар бірінші ғой деп. Типа, бұлар 5-пен оқиды. Всегда біз. Ол кісі немен аласады? Әкем
стройкамен бригадамен айналысқан, бригадир болған, адамдарды жинап үйлер салған, Шымкенттің біраз күшті жерлерін несін салған негізі үйлерді әкем. Ал өзі де көп оқыған, білім алған, бірақ универде оқымаған. Бірақ өте көп оқып кітап бағанағыдай бізге жаңағыдай сенетін тұғын. Номер 1 мен бала шағам сұмдық. Көбіне практикада, иә? Иә, сомен басымыз сөйтіп өскен. Бізге сен мықтысың, сен номер 1-сің деп айта бергеннен кейін, сен номер 2 бола алмайсың. Мысалы, ханның балдары болады, кішкентай кезінен бастап. Неге ханның балдары көбінесе батыр болады? Өйткені олар ханның семьясына туады да, оларға айтады. Иә, сен ханның баласысың, сен батырсың деп та. Кейде болады ғой кинода хан какой-то бір баланы тауып алады жолдан, ол бала вообще анау бір не дейтін еді ондайды. Бір бала айдаладағы вообще ханның қаны жоқ. Асан Үсен. Иә, алып келді, ол сөйтіп бағып атады, ол баланы өзім балам деп айта салады. И бәрі оған ханның баласы сияқты қарайды, относиться етеді. И ханның баласы дегеннен кейін ол да шынымен батыр болып шығады. Негізі қаны хан емес та. Сондықтан да мен ойлаймын, осы кішкентай сол жердегі әңгімелерден басталған, сабақты жақсы оқығанбыз, сұмдық бәріміз негізі. Мен 8-ші классқа дейін, енді шынымды айтсам, қалғандары бәрі до конца жақсы оқыған. Мен 8-ші классқа дейін, потому что спорт школада оқығам ары қарай. Спорт школада 300 бала оқыдық. Ол жақта енді білім асу болмады. Сосын Ордабасы, сосын футбол клубтарын ашу. Иә. Сосын Ордабасы. Алғашқы миллиондар қай жылы пайда болды? Қай жаста? 22-23 жастарымда. 21-де бастадым, 22-де уже 800 миллион тауып бастадым. 23-те уже 3 миллиондай тауып бастадым, примерно. Құдайға шүкір, иә? Ал қарындастарға инвестиция қай жаста пайда бола бастады? Сол 23-терінде как раз сол кезде бұларға бірінші инвестицияларым бұларға білім бердім ғой, кітап, анау, мынау, білім. Одан кейін барып уже ақшалай. Жаңағыдай анау мынауларын алып бергенге. Қазір мысалы мен Арсайдан 30% иметь етем. 30% доходынан 30% аламын. Негізі көп инвесторлық келісімшарт қандай? Келісімшарт андай, даже если күйеуге тиіп кетсе де, мына жақта күшті тақырып бастаймын деп отырмын, өзі бастады. Окей, жақсы. Даже если күйеуге тиіп кетсе де, даже если күйеуге тиіп кетсе де. Жинақта ойынды, жинақта. Бизнес тайынан 30% мен алам доходтан, чистый прибыльдан. Мен екеуінен де. Жігітіңіздер ма? Ол біле ма мұны? Бірінші естіп тұрған. Аттығым. Ол құпия бола салсын. Жарайды, атын айтпай қойық, бірақ сен естідің. Асылдай керетін үнемі 30% мына жаққа қарай кетіп тұрады. Иә, бірақ мен біліммен постоянно көмектесіп тұрамын. Әзілдеп жатырмын. Түсте салайықшы, пожалуйста. Ютубта ештеңе қиылмайды кеше. Осы болады ма, болмайды ма деп келген едім. Ладно. Болды. Менің жеке өмірім құпия деп па? Иә. Жақсы, Сәт, негізі жаңа айтып жатыр ғой, бәріміз бірге жақсы оқимыз деп, иә. Қарындастарын үнемі жақсы. Бұның бәрі енді тәрбиеге байланысты. Мен түсініп тұрмын. Әкелеріңіз де айтып отырсыздар. Қыздар бәрібір анасына қарап өседі. Бірақ біз білеміз, барлық әулеттерде, барлық отбасында бұндай емес қарым-қатынастар бауырлар арасында. Иә. Және мен қазір жалпы бізде қоғамда дамушы адамдардың көп екеніне сенемін. Кем дегенде бұл видеоны көруге талпынған адам, демек ол дамуға ниеті бар, әйтпесе қарамас еді, иә. Демек ол бауырмалдық арасындағы бір мүмкіндіктерді дұрыстағысы келеді. Біз бір ақылайту деген білмеймін, енді көрсетейік үлгімізбен, иә. Бірақ бауырмалдық, бауырлар арасындағы бизнес, бауырларға инвестиция жасау, бауырға сену, бауырмен кәдімгідей осылай жаңағы күйеуге тиіп кетсе деп отыру деген сияқты ондайдың бәрі қалай жүзеге асыруға болады? Бәрібір де бизнес ол бизнес, қатынас деген сияқты ғой. Ол енді үйдегі атмосферадан басталады деп ойлаймын. Үйдегі енді бауырлардың бір-бірімен бауырмашылығын басында әке-шешесі қадағалап қарау керек деп ойлаймын. Бізге бұрында кішкентай кезімнен мен жан-жаққа кетіп қалатын едім футбол ойнап. Ауылда ұзақ болып қалған кезде айтатын тұғын, тасбауыр болып кетесіңдер, бірге жүріңдер деген сияқты. Тасбауыр болып кетесіңдер, жағдайларын біліп тұрыңдар бір-біріңнің деген сияқты. Тасбауыр болып кетпеңдер деген осындай нәрсе көп болатын еді да. И сондықтан да бірге сөйлесуге, көмектесуге тырысатынбыз негізі. И бәріміздің арманымыз биік болғасын, бірге жүрміз деп ойлаймын. Арманымыз биік, бәріміздің үлкен армандарымыз бар, и ол адамды біріктіреді, бірге қосады.
бірге арман болатын болса, мысалы да бауырлар арасында біз кішкентай кезімізде көп отырып армандайтынбыз, ертең мен той болады, тойда мен мына өлеңді айтамын деп. Мысалы мен соны орындағам. Жанұя деген өлең бар ғой, Қайрат Нұртастың. Жанұяның бір қызығы үйдегі бала деген. В общем, күшті өлең. Сол өлең салып қоямын. Иә, екеуміз айтқанбыз. Иә, екеуміз как раз соны әке шешемнің қандай тойында айттық, иә? Маманың 50 жасында. Маманың 50 жасында. Қалшын сен неге айттың? Мен айтып ой вообще ондайға не емеспін, қандай жоқпын былай айтқанда. Өлең айтып неге ше? Иә. Вот сөйтіп кішкентай кезімізде сөйлесіп отыратынбыз. Сол нәрселер қатты біріктірді деп ойлаймын енді. Әйел мен еркекте де дәл сондай деп ойлаймын. Егер олар көп сөйлесетін болса, ортақ армандары болатын болса, олардың бірге жүруі, бауырмалдылығы, тағы басқа нәрселері мықтырақ болады деп ойлаймын да. Сол үшін үлкен армандар и бірге көбірек жүріп тас бауыр болып кетпеу керек. И өмірді бірге жоспарлай алу керек деп ойлаймын. Сол кезде күшті болады. Ана қатты ұмтылып отыр, қазір сөйлесеміз. Шегіне жеткізіп алайыншы. Мысалы, екі амбициозный адам отбасын құрады, қыз бен жігіт, иә? Екеуі басында үнемі арман құрады. Екеуміз, мен жаңағы торт бизнес, гүл бизнес ашамын дейді. Жігіт айтады, иә, мен саған көмектесем, басында көрерің болам, инвестиция берем дейді, сосын үйтем дейді. Басында бәрінде күшті. Сосын процесс, операционкадағы қиындықтар, жаңағы сырттан, извне жаңағы внешний факторлар әсер етеді, біреулердің жаңағы кредит, достар, анау мынау, өзінің жеке қызығушылықтары, өзіңді сүй, өзің үшін жұмыс істе дегендер бар деген сияқты. Сондайлар бәрібірде конфликтті туғызады. Негізі конфликт жақындатушы фактор, егер шешсең. Ал шеше алмасаң, алыстатып жібереді, иә? Бірақ конфликт болмауы мүмкін емес деген өтірік. Сіздерде қалай болды? Өйткені конфликтті шешу жолын мен білгім келеді. Менің ойымша бәрі білгісі келеді. Өйткені конфликтке келгенде бәрі қиналады. Конфликт үнемі айқаймен болмайды. Иә? Иә. Осы тұсқа мынандай нәрсе. Бізде семьяда, біздің семьяда именно, еркек мықты, еркек главный деген тәртіп бар. Әкем всегда айтып отырады, енді бәрібір сол сөйлейді, сол шешеді дегенді ше. И сондықтан да бізде болған әртүрлі жаңағыдай арамызда бизнес бойынша келіп жатқан ақшалар, сізді жақсы түсіндім. Когда ақша таппаған кезде конфликт онша болмайды қайта. Ақша көбейгенде пайда болады конфликт. Өйткені бөлісу бар, и ол жердегі там кім не істеп жатқаны бар. Ақшаның энергиясы үлкен. Иә. Бірақ біздің случайда именно менің сөзіммен тоқтайды екеуі де. Менің сөзіммен. Шын ба? Иә. Типа қатты қарсы келмейді. 16 жаста тоқтайды. 21 жаста тоқтайды. 21-де тоқтайды. Бірақ күйеу кетеді ертең. Жаңа бірінші рет үшінші адам пайда болды бұл жерде мысалы, иә? Ертең күйеуге тисе де деген кезде тук-тук-тук көп нүктелер пайда болады. Сол кезде қалай болады, қалай ойлайсыз? Ол кезде білмеймін, мен может быть жаңа не болады маған ол күйеу бала бола ма? Мен онымен отношенияме байланысты, оның менімен отношениясіне байланысты, но даже если бағанағы 30% ақша бизнестағы маған келмейтін болса да, мен оған типа окей, келісем. Мен жаңағыдай ұрыспас үшін ол нәрсеге отказ бере салуға дайынмын негізінде. Мен оны басында изначально дайын болғам. Ал сен не ойлайсың осы тұста? Жоқ, былай мынандай нәрсе ғой. Араласпайды ғой былай айтқанда сенің ақшаңа. Мен мысалы мен қалайтын отношениеде, мен қалайтын күйеуім, яғни менің болашақ жарым болатын болса, ол бізде жаңағыдай кәдімгі айтылатын сөз бар ғой. Менің ақшам ол менің ақшам, сенің ақшаң бұл екеуміздің ақшамыз деген сияқты. Поэтому мен қанша ақша тапсам да, оны қайда жаратсам да, кіммен бөліссем де, менің болашақ күйеуімді ол қызықтырмау керек деп ойлаймын. Жарайды, ақшаны қойшы. Ақылдасу. Мысалы, осыған дейінгі сенің идеялық шабыттандырушың ағаң еді ғой. Иә, жыласаң қамқор іздейтінің ағаң еді. Иә, әкең еді. Сосын тосып қалғанда, шаршағанда, не істеймін ары қарай дегенде операционкамен ақылдасатын адамың ағаң еді. Иә, дәл иығына басын қоятын адам. Ертең күйеу де соны қалайтын болады.
мен білем қарындастар мен деген ағаларым бар деген сияқты ғой. Енді көп өмір сүріп жоқ қой, көріп жоқ қой жан жақта. Мен бәле шақырып отқан жоқпын, Құдай сақтасын. Просто ситуациялар талқылап жатырмыз. Мысалы күйеу айтады, айналайын, мен ұйығым тұр ғой, мен ұйығыма жата берсейші дейді. Менімен ақылдаса берсейші, екеуміз бір отбасымыз ғой дейді. Сондай кездер қалай болады екен? Саят мырза. Екінші ұлма деген кітапты беремін десе. Жоқ, ол дұрыс. Мен я как считаю, мен ойлаймын, ондай кезде міндетті түрде күйеумен ақылдасу керек, сөйлесу керек, міндетті түрде. Яғни сепарация болады. Иә, міндетті түрде. Ал екеуі бірігіп маған келетін болса, ақылмен, онда бөлек әңгіме. Ал типа тек қана менімен ақылдасып, ар жақпен былай, менімен былай сөйлесу маған керек емес. Лучше онымен сөйлескен жақсы, чем менімен. Осындай әулеттер көп негізі. Үлкен жаңағы үйдің үлкені әпкесі немесе ағасы осылай өзіне кішілерге үнемі осындай қамқор болып жүреді және үнемі контрольда ұстайды, бақылауда ұстайды және көбіне жаңағы оның екінші жартысына қызғанып жатады. Өйткені болады ондай. Жоқ, бізде қалай ойлайсыздар, дұрыс па бұл, дұрыс емес? Дұрыс болса да дұрыс емес, бар ғой бұл. Иә, бар ғой, бірақ менің көзқарасыммен біздің отбасының көзқарасында ондай дұрыс емес. Типа, ол күйеуі бар ма, болды, күйеуімен ақылдассын. И папам да әлі күнге дейін айтып отырады әкеммен. Мен әкемнің осы әңгімесіне қатты қызығамын, и осындай отбасылар көп болса екен деп ойлаймын. Мен әкем айтып отырады, сен кеттің ба дейді. Сен біреуге күйеуге тиіп кеттің ба, қыздарға қазірден. Болды, сен үйге келетін болсаң өзің келме дейді. Күйеуіңмен ғана қонақ болып келіп кетесің дейді. Атак өзің келіп отпамаған дейді. Вообще керек емес дейді. Одан кейін қыздарға бүйтіп айтады, менің әкемше, кеттің ба, маған келіп көмектеспе дейді. Маған келіп ақша беріп үйге бір нәрсе деп, маған керек емес ол дейді. Бүкіл ақшаңды анаға бер дейді. Сенің отбасың ол ар жақ дейді да. Жақсы. Талшынның жігітін танисыз ба? Жоқ. Қазір негізі мен бұндай темада разговор болады деп ойлаған. Жарайды, разбор жасамаймын, хорошо. Жеке границаларға кірмеймін. Мен сыйлаймын, кірмеймін. Егер қаламаса кірмеймін. Бірақ жар таңдауға көмектесесіз ба? Жоқ, былай көмектескенде. Пікір қосамыз ба? Араласамыз ба? Мнение айтамыз ба? Жоқ, менімен таныстырады, мен қараймын, көрем. Иә, мүмкін мен бірдеңе айтуым мүмкін. Егер бала кішкене, білмеймін, ондай типа нашар болып тұратын болса, или не знаю, типа қалай айтуға болады оны? Өмірде солай болу керек па жалпы? Ағалар сөйтіп, әкелер жарын таңдап пікір айту керек па? Жоқ. Маған мысалы менде әйелім бар, балам бар. Маған вообще үйдегілер намен таныс, нағыз болады, мынандай нәрсе деп айтпаған. Мүлдем. Типа менің ойыммен, менің таңдауыммен келіскен. Мен құрметтеген деп ойлаймын менің таңдауымды. И менің де тарапымнан қарындастарыма тура сондай болады деп ойлаймын. Негізі. Но было бы круто, егер сондай ақылды балалар болатын болса. Өз ортамыздан ба? Бір тестадан дейді ғой, ондай ұқсас. Иә, сондай бір ақылды жігіт болатын болса, бірақ ондай ақылды жігіт болуын бұлардың ақылы жету керек деп ойлаймын таңдауға. Мәселе сонда сияқты. Енді толық сенім болған кезде өздері таңдап келетін. Біз енді қаншама мысалы әртүрлі тренингтер бар, әртүрлі жиналыстар бар, мысалы өңкей үлкен бизнесмендер келетінше көріп жүрміз да, қандай адамдар болатын, болмайтын деген сияқты. И мен ойлаймын, мен Нұрсайға да сенемін, мен өзімнің де таңдауыма сенемін. То, что біз андай бір қалай айтсам екен, жаңағыдай сіз айтқандай бір тестадан болмайтын адамды таңдауымыз мүмкін емес деп ше. Иә, негізі бұл мен сен жеке өміріңді талқылағым келіп тұрған жоқ. Бірақ біз видеоны жаңағы өзімізге инсайт алу үшін көреміз ғой. Мен мысалы осыдан бір жарты жыл бұрын бір кісімен сөйлесіп қалдым да, пиар бойынша жұмыста, жаңағы үлкен бизнестағы адам. Үлкен қызы тұрмысқа шықты, бірақ өте қарапайым жігітке тұрмысқа шыққан. Шығармашылықтағы ол баланың кредиттері бар, депозиті емес деген сияқты да. И сол жаңағы кісі айтады, қызының күйеуін оңаша шақырып алып айтыпты, мен саған ақша берейін, сен аяғыңа тұрып кет, бизнесіңді жаса, тірлігіңді істе, бірақ менің қызымды жаңағы жерге қаратпа, жаңағы жағдайын жоқ қылма депті. Былайынша алып қарағанда ол кісіні түсіндім. Қыздың қамқорлығымен отыр, жаңа ана балаға көмектескісі келіп отыр, инвестор болғысы келіп жатыр. Бірақ ана жігітті де түсіндім. Ол қызының әйелінің әкесінен ақша алғысы келмейді. Өйткені жаңа кісі айтады, ол менен алған жоқ деп ренжіп отыр. Ол анадан алғысы келмейді. Ситуация өте қызық, не істеу керек дедім де, мен сұрақпен қалдым. Енді сіздермен талқылағым келіп тұр, қалай ойлайсыз? Мен, если мен айтатын болсам, қараңыз, я так считаю.
егер бала ақылды болатын болса, крутой, шамалы ақылды болатын болса, я думаю, сол ақшамен инвестиция ретінде алып пайдаланып, может быть, алуға болады, иә, көтеріліп алуға болады. И одан кейін 10 еселеп, 100 еселеп қайтаруға болады деп ойлаймын. Ол қалыпты нәрсе. Ол нормально. Мен даже бізде болады, кішкентай жастар келіп, әке-шешемнен амаймын, мен анау деп оқуға, маған келуге, тағы басқа нәрсе тренингқа баруға. Енді басқа кімнен аласың? Иә, мен айтамын да, жындысың ба сен? Типа алсай, алда оқы, сөйт та, істе да, көтеріл да, сосын барып бер 1000 еселеп. Отбасы деген сол емес пе? Иә. Солай ма? Сондықтан нормально деп ойлаймын, ол типа көмек беріп тұрса, ал, көтеріл, қайтар. Жалпы ағалар мен қарындастардың қарым-қатынасы қандай болу керек? Арсайын деген сөйлегісі келіп жатыр. Қызық болып жатыр, күшті әңгіме айтып жатырық, ұнап жатыр. Аға мен қарындастың қарым-қатынасы қандай болу керек дейсіз ба? Білмеймін. Не деп жауап берерімді білмей қалдым. Қандай сөздер келді бірінші ойыңа, соны айта бер. Бірінші ойыма сыйластық болу керек деп ойлаймын, сыйлау керек деп. Тура бағанағы Саят айтқандай, біздің үйде мужчина главный дегенмен өскенбіз. Сол себепті шынымен де Саят сөйлейтін болса ешкім үндемейміз, Саяттың айтқанын тыңдаймыз деген сияқты. Бірақ сондайды тыңдауға лайықты адам болу керек деп ойлаймын. И енді онымен бізде проблема жоқ. Талшын, қалай ойлайсыз? Жалпы ағалар мен қарым-қатынастардың андай формуласы бар ма, жақсы бір? Мынау болмау керек, мынау болу керек деген сияқты. Білмеймін, бір ондай бір формуланы айта алмаймын қазір, бірақ ең күшті нәрсе ол любой жерде ше, отношенияда болсын, сестренка мен әпшенің арасында қарым-қатынаста болсын, аға мен қарындастың арасында қарым-қатынас болсын, это просто разговор деп ойлаймын. Яғни любой нәрсені сөйлесу арқылы, диалог арқылы шешу. Мысалы біз ұрса екеуміз ұрыспайды емес, ұрсамыз. Бірақ біздің үйдегі бір золотое правило бар да, екеумізді шақырып алады, екеумізде де ситуацияны көрсетеді. Жаңағыдай бір картинка бар ғой, біреуіміз 9 қылып көреміз, біреуіміз 6 қылып көреміз деген сияқты. Арсайдың жағын тыңдайды, менің жағымды тыңдайды, одан кейін папа либо Саят отырып решение қабылдайды, кімдікі дұрыс, кім дұрыс емес деген сияқты қылып. Дәл осындай разговор бүкіл семьяда болса, өте күшті болады деп ойлаймын. Анамыздың есімі кім? Гүлмира. Гүлмира ханым. Ол кісінің рөлі қандай үйде? Енді ең күшті тамағы қандай? Содан бастайықшы. Индийский манта. Индийский манта. Бізде әкем етсіз нан жемейді, етсіз тамақ ішпейді вообще. И ысытқан тамақ ішпейді. И біз мен ойымша бәрі ер адамдар білмеймін, и типа күніге обедте, кешке, даже завтрак постоянно тамақ дайындап, мамам бәрімізге қарап отырады. Енді бәрі сол әке-шешемнің арқасы, анамды вообще жоғарыға көтеріп қойып қоя салу керек нәрсе. Осыны есімде, біз вагонда тұрған кезде, бұл қанша, екілердесің ба, үштесің даже? Иә, үште. Мен мамам арқасына сабап, қанша мен сізге айтайын ба, бір 2 километр жаяу алып барып, садикке апарып, өзі садикте жұмыс істейтін. Сөйтіп садиктен кешке алып қайтатын ше, осыны көтеріп алып, әйтпесе кішкентай ғана біздің мамамыз ше, бірақ кішкентай ғана. Сол мамамның сондай бір андай сабырлығы, сондай бір мудрый болғандығының арқасында шығар, үйімізде бәрі күшті болып өскені. Негізі енді ұрыс-керіссіз болмайды отбасы, бәрі болған, барлық нәрсе болған негізі да. Қалыпты. Бірақ соның бәрін сақтап отыра алған, сақтап отыруға 90% көмектескен сол менің анам. Соған бәріне сабырлықпен, мудростьпен шешім қабылдап отырған. Соның арқасында қазір ойлаймын, бала шағасының үлкен жетістіктері мен жеңісін, соның бір рахатын көріп жатыр деп. Шетел аралап ше. Мен кеше бір жібердім, аяқ бір жіберді, аяқ ар жаққа жіберді, Сарыағаш бір жақтарға ше. И қазір енді әулетте біздің әке-шешемізге бәрі қызығады. Мама, папа ешкімге 001 жүреді мысалы. Мен әпергем 001 мақтанып жүреді. Жаным. Иә, мақтанып. Бұның бәрі сол анамның сондай мудрый болғанының арқасы деп ойлаймын. Иә, бізде мінсіз отбасы деген бір көп талқылаулар болады ғой. Бағаннан бері мен үшеуіңізден тек қана әкелеріңізді естіп отырмын да. Кейбір диалогтарда тек қана Саят жаңағы көшбасшы сияқты болып жатыр. Өте жақсы. Дегенмен мен
ананың рөлі бар екенін білем, ол мүмкін емес оның болмауы, сондықтан атап өтілу керек деп біздің случайымызда шығар ол. Негізі қазір байқадам, жаңадан бері байқап жатсаңыздар, тек ағам сөйлеп жатыр ғой көп сөзді, поэтому әкемнің тәрбиесі ағама көп влиять еткен, поэтому ағамның аузынан тек әкем шығып жатқан шығар. Ал біздің случайымызда, ол Ырса екеуміздің случайымызда, ол біздің анамыз. Типа қандай ситуацияда мысалы өз-өзіңді қалай ұстау керексің, қыз баласы қалай болу керек, тазалық жағынан да мысалы барлығынан толық дерлік бізге толығымен анамыз көмектескен. Вот. Тағы не айтсам болады? Қалай болу керек қыз бала? Қыз бала қазіргі заманға сай қыз бала қандай? Қазір заманға сай өз ережелер өзгеріп кетті. Мысалы, мен 37-демін, 38-ге толамын. Менің тәрбиелеген бала кезімдегі заңдар басқа, ережелер қоғамдағы. Ал қазіргі менің қоғаммен, ережелермен үйлесуім трансформацияда болып жатыр. Бәрібір де қабылдау керекпін. Ырсайдың заманы басқа. Бәрібір де, ол қоғамды мүлдем басқаша қабылдайды. Кейбір бізде болған нәрсе ол үшін абсурд болады, Дәл солай біздің Ырса екеуміздің арамызда да бар. Мысалы, мені мен мысалы өскен уақытта, қалай айтсам екен, типа жаңағыдай бизнес тренингтерге бару, Ырсайдың жасындағыдай, мысалы Ырсай күнге кешке, мысалы кеш қайтып қалуы мүмкін жұмыстарында, түнгі сағат 1-2-де деген сияқты. Ал мені сағат түнгі 10-дан кейін, даже 8-ден кейін үйден шығармайтын тұғын. Қысқа кию деген мүлде атымен, қысқа кию деген вообще атымен жоқ. Мен мысалы солай өскем, когда Ырсайға ондай отношение болмаған кезде, менде мысалы жаңағыдай кішкене реніш болды десем де болады. Неге маған, сіздер позволить етпедіңіздер де Ырсайға позволить еттім. А потом қазір жаңағы ненің арқасында түсініп бастадым. Оказывается, екеуміз екі уақытта өсіп жатырмыз, Мысалы, қазір әке-шешемнің өзіне трансформация болып жатыр деп айтсам да болады. Себебі олар түсінді қалай өмір сүруге болатынын, көрді. Мысалы, шетелге шығып келудің особо проблема емес екенін тоже олар көрді. И соған қарай біз өзгеріп жатырмыз, Шекара кеңейіп жатыр, мысалы. А так қыз баласының тәрбиесіне келетін болсақ, ол жағынан бізге, мен ойлаймын, әлемдегі ең жаңағыдай күшті советтерді берді деп. Яғни қыз баласы қалай болу керек. Біз всегда бір саты төмен тұрамыз еркектерден. Жаңағыдай, мысалы, қонақ келген кезде қалай күтіп алу, даже анамның айтқан сөзі бар. Бауыржан Момышұлының кітабы бар. Бауыржан Момышұлының келіні жазған кітап бар. Қыз баласына тәрбие беретін кітап деп айтсам болады. Мен көп қыз баласына сол кітапты оқуға кеңес беремін былай айтқанда. Соның ішінде мысалы ең есімде қалған моменті бар. Момыш жаңағы атамызбен бірге келіні сапарға шығады. Сол сапарда көп қонақтар келеді екен. Сол кезде жаңағы Зейнеп Ахметова басты ұйыта алмай, настроениесі түсіп, жаңағы қабағы түсіп жүреді. Сол кезде атамыз айтқан екен, Бауыржан атамыз, болды қайттық деп, келіні түсінбей қалған, не үшін деп. Сөйтіп айтты, неге қабағың түйіп жүрсің? Қонақтар келіп жатқан кезде деген сияқты. Сол кезде айтқан, мен басты ұйыта алмай қалдым, қонақтардың келгені маған қуаныш деп. Сол кезде Бауыржан атамыз айтқан екен, сенің қонақтарыңа қызық емес, сенің не үшін настроениең түсіп жүргені, қабағыңның түсіп жүргені. Поэтому всегда қонақтар келген кезде қабағыңды көтеріп, қандай проблема болмасын, күтіп ал деген сияқты. Осындай бір сөз. Бұл жерде қандай инсайт? Сол жаңағыдай, қалай айтсам екен, мықты өз-өзін ұстауға былай айтқанда, қонақтар келген кезде. Менде инсайт атасы мен келіннің арасындағы диалогтың болғаны. Өйткені көбіне келіндер үндемей жүреді, үлкендер оның неге үндемей жүргенін, қабағы ашылмай жүргенін түсінбейді. Сосын проблема болады. Атасы сұрады, келіні айтты, сосын проблема шешілді, ешкім ешқайда кетіп қалған жоқ. Меніңше мәселе осында бұл жерде. Ол жаңағы сөйлесуде болып тұр ғой тоже. И бағанағы атамыздың неде болып тұр ғой. Сразу айта алуында. Менің ойымша, Бауыржан Момышұлы түсінігі мол ата болмаса, Зейнеп Ахметова осындай керемет қазақтың келіні екенін аша алмас едік. Өйткені қанша жерден парасатты келін жаңағы тәрбиелі, инабатты болса да, оның қадірін білетін ата мен ене болмаса, оның қадірін ешкім білмей қалады. Менің ойымша енді ол. Менің ойым ол. Жаңа айтқан қонақ демекші, сол мысалы мамамыздың, анамыздың сондай адам болғанның арқасы ғой, что біз вагонда тұрсақ та қонақ үйілмейді. До того көп қонақ болатын, таң қаламын менше. Қазір ондай келмейді. Бұрын сондай заман еді ғой. Сондай емес. Келе береді. Кәдімгі сыймайды вагонға, далада жатады да, келе береді бірақ. Бір табақ қойып қояды, соны жиналып алады. Бәріміз сөйтіп өстік. Қазір заман басқа, балалар басқа. Ырсайдың заманында қазір қыздар сөймен қазір қандай болу керек? Қазіргі заманның қыздары қандай болу керек? Қазақтың қызы. Мен білем, мысалы, қазақтың қызын қай шетелге барсаң да, ең ухоженный қыздар деп айтады.
жалпы тмд-ні, бірақ негізінен қазақтың қыздары үнемі бәрі әдемі, шашын, түсі, беті, киімі бірден ана жақтан танисың, анау біздің қазақтың қызы деп күшті киініп жүреді. Ол бір эстетика бар, қазақтың қыздары бүйтіп тәкаппар деп айтады, бірақ ол менің ойымша өзінің границасын қорғай білуі қазақтың қыздарының, екінің бірімен не істеп кетпейтін. Дегенмен тағы қандай стереотиптері бар? Біздің папа мысалы дамыған болыңдар деп айта беретін тұғын көп тәрбиесінде. Одан кейін мен ойлаймын, қыздар ақшаны табу керек, және ақшаны тапқан кезде ол семьяны асырау үшін немесе семьяға ақша беру үшін емес, чисто өзі әдемі болып жүру үшін, салонға барып өзімен ухаживать етіп, өзінің қалаған нәрсесін өзіне әпере алу үшін, әдемі киініп жүре алу үшін қыз ақша табу керек деп ойлаймын. Өзін тәуелсіз сезіну. Яғни ақша таба алатын қыздар. Иә, сондай болу керек. Окей, біз нәрсе айттық енді, бізге торт келді. Осының бәрі салам, осылай қалдырам. Торт кіріп атқанын, Окей, хорошо. Ал келеріңіз. Талшын пісірген торт. Алсаңыз. Кім пісірді соны? Фисташка ма? Мен айттым ғой. Қалай біліп қойдыңыздар? Жоқ, мен ұмытып кеттім. Аяжан, рахмет. Давайте пробовать, Давайте. Мен жемеймін бірақ. Неге? Диета? Мен тәтті жей алмаймын мүлде. Менде негізі көп жемеймін торт. Екі ақ қасық болады обычно. Менде тура сондай ғой. Тәтті жемейді екенбіз. Мамамызға ұқсағанбыз бұл жағын. Мамаларыңыз тәтті жемейтін бе еді? Мен де Бір тәтті жемеймін. шоколад, бір апта жүреді сумкамда. Тура то же самое. Бөліп шекленші. Сразу ана шоколадты прям нан сияқты жейтіндерге мен таң қаламын, честно. Бірақ кейде болады менде. Рахмет. Изначально рецепті қайдан сатады? Ас қояды? Ас құяды ғой шайды. Шайды түбінен құяды. Құйып отырмын. Шымкентте, Қызылордада түбінен құяды. Өзіңіз негізі қай жақтықсыз? Қызылордадан. Қызылордадансыз ба? Қайда күйеуге шыққансыз? Сатпаевқа. Сатпаев деген. Солтүстік па? Манам. Орал Қазақстан. Вообще негізі өзің регионыңа тиген дұрыс. Қиналып қалдыңыз сәл. Ажыз бітті ғой. Реально говорю. Түбі вообще табыс алмайсың бәрібір. Көбісі сөйтіп айтып жатыр. Білмеймін енді мен личный кейс. Супер торт Қазір Астанада вообще. тұрасыз ба? 12 жыл болды, Астанада тұрам. 8 жыл болды ма сізде осы неде салада жүргеніңізге? 24 жыл. 24 жыл. Иә, кішкентай кезінен бастаған. Мен сіздің интервьюларыңызды көп қараймын. Ой, Мен Динара Сатчанға берген. Динара да, Айнұр да басында жылатып алды мені. Сосын жылағаннан кейін қаяқтан интервью шығады. Еңіреп, даусым дірілдеп, көзім ісіп. Жоқ, сізге профессионалды тұрғыдан қарағанда, может, солай көрінетін шығар, бірақ маған екі негізі интервьюңызда өте қатты ұнады. Рахмет. Но я хочу вот следующее интервью. Тимур Баумбетов хочет взять. Но он хочет, чтобы я вот разбор своего брака сделала. Всем нужен мой развод. Почему я его сделала? И, он меня подним. Все, күшті. Торт келді, сөйлей алмай қалдық. Талшын, Асылзат екеуі бірге пісірген. Екеуі бірге пісірген. Біреу тез дайындады, біреу крем дайындады. Супер торт. Негізгі рецепттерді сатып алады, по-моему, кондитерлер. Негізгі рецептерді менің случаямда мен өзіме қалай ыңғайлы солай настроить етіп аламын. Істелу жолы мысалы қиын болатын болса, мысалы көп кондитерлер сникерс деген тортты бисквит қылып пісіріп істейді. Жалғыз мен ғана шығарым корж қылып пісіріп істейтін, потому что басында ең алғашқы жылдары мен қолымнан бисквит істеу келмейтін еді. Потому что менде оған лайықты пеш болған жоқ үйде. Менде кәдімгі әсел пеш болды. Поэтому мен рецепті өзім алдым да құрастырып алдым, чтобы корж қылып пісіру үшін. Яғни сен ешқандай ресейлі кондитерлерден оқып үйренген жоқсың? Жоқ, оқып үйрендім, бірақ жаңағыдай алам рецептерді белгілі бір түрде, бірақ өзіме ыңғайлап аламын, чтобы
удобно болу үшін. Авторлық қылып аласың. Иә. Ендеше үш бизнесмен отыр, үш жаңағы заманның өкілі десем болады екен, иә, 30-ға жақындап қалған, 20-дағы және 10-нан асып кеткендер. 20-ға жетпегендер және үш түрлі бағыт бойынша алып қарағанда. Ендеше бизнес лайфхактар, сәттілік деген ұнамайды маған ол сөз, жақсы нәтиженің рецептілері. Жақсы, иә. Мен ең бірінші үлкен нәтиже істеу үшін мен ойлаймын, егер бірінші нәтижелерге тоқталайықшы. Қазір не бар? Қазір менде футбольный академиям бар. Қазақстан бойынша 8 точкамыз бар. Ең үлкен сеть футбольных академий считается. 2021-дің көрсеткіші бойынша, Аллаға мыңда бір шүкір, біз ең мықты футбольный академия номинациясына ағамыз. Частный именно. Одан бөлек менде женская одежда бар бізде, Модесса деген. Иә, көріп қалдым Инстаграмнан. Қойып қоюға болады. Летний футбольный лагерь істегенбіз ең бірінші болып, біз 2019-да бастағанбыз. Мен проекттерімнің бірі. Одан кейін бар осы Асыл Бейкери, сосын бар орта бизнес. Менің ең үлкен, ең крупный бизнесім орта бизнес болған, 2021-де бастағанбыз, білім беру саласында өткенбіз. Қазірде сол сала бар әлі. Осы бизнестардың сияқты ғой, иә? MBA сияқты, біз кәдімгідей нөлдан үйретеміз. Мыңнан бәрі менің нелерім ғой. MBA-ларыңыз ғой. Иә, менің нәтижелерім. И бұндай тура осындай, Аллаға мыңда бір шүкір, 300-ден астам адам бар ше. Кәдімгі нөлдан. Шымкентте кетіп баратып, машинамен тоқтатып рахмет айтатындар бар ше. Тоқтатып, мен сізге келгеннен кейін 4 миллион тауып жатырмын, 0 ет деп ше. Ондай көрген кезде ол басқа сезім. Ол уже ең бақыт қой енді. Айтады ғой, бақыт әркім әртүрлі түсінеді. Менің понятиямдағы бақыт ол беру. Берген кездегі бақыт ең бақыт деп ойлаймын. Адам біреуге бере алған кезде, пайдалы бола алған кезде, әлемге, адамға, өмірге вообще. Ал осынша бизнесіммен жалпы осыған маған қатты көмектескен, ключ к успеху дейді ғой, бір ақымақ адам қателесіп үйренеді. Ақылды адам біреудің қателігінен үйренеді, ал мудрый адам біреудің жетістігінен үйренеді дейді ғой. Сондықтан да жетістіктен бір лайфхак болсын, айтқым келетін бір ғана нәрсе болатын болса, ол команда құру. Әрбір істе сенде команда болса, сен тез өсесің. Егер саған керегі 10 миллион теңге болса, онда өзің істей бер, нормально. Ал егер саған керегі $1 миллион болса, онда командасыз болмайды. Сол үшін басынан бастап команда образование деген нәрсені оқу керек. Ең мықты навыктардың бәрінің ішінде, мысалы маркетинг, сату деп алатын болсақ, сатуды бөлек, маркетингті бөлек, тағы басқасын бәрін алып кете беретін болсақ, ең главное ол команда образование. Команда құра алу. Адамдарды өзіңе біріктіре алу, жинай алу, бір нәрсені жасата алу. Осы ең главный навык деп ойлаймын. Сондықтан да осы бойынша ізденген жақсы. Постоянно бір өзің болмай, всегда қасында адам болған жақсы. Даже маған 0-мен келген кезде де мен ассистент алғызамын. Сондықтан да мына жерде сразу применять етіп кету керек нәрсе болатын болса, онда бірден қастарыңа ассистент алыңдар. Хотя бы тегін. Просто идеяға сендіріңдер. Ақшаларың жоқ болса да. Мынандай бір идея болып тұр менде. Давай кеттік, екеуің маған көмектессе, екеуміз осын істейміз да, ақша табамыз деп. Бір 100 мыңға теңге саттың ба, 20 мың теңгесін бере сал. Примерно осылай. Хотя бы бір адам болсын қасында, бір бастан всегда екі бас жақсы. Сондықтан да команда самый главный навык, үлкен ақшаға апаратын ол команда деп ойлаймын. Өздеріңнің минустарыңа плюс адамды қойып, өздеріңнің плюстарыңды ары қарай плюсқа айландыра беріңдер. Сол кезде тез өсу болады. Сол кезде даму болады. Сол кезде сен лучше бола аласың. Ұстаз Саяттан. Кәдімгідей сөйлеуден және мотивация беруден, жүйелі әңгіме айтудан жақсы жаттығып алыпсыз, иә? Мен өзімді ойлаймын, сахнада выступать етуден Қазақстанда номер 1-мін деп. Мен сияқты сахнада выступать етемейді ешкім. Мен оған уверенмін, осыны көріп тұрып біреулер мен одан мықтымын деп ойласа, можно бір нәрсе істеуге, типа батл сияқты, может бір сахнаға екеумізді шығаруға ше, там бірімізден кейін бірі. Ал кім бар тағы сен сияқты сондай? Мықты сөйлейтін ба? Сахнада өте мықты выступать ететін, қазақша білмеймін, но орысша Амир Жантасов. Амир Жантасов сахнада өте мықты ұстайды, өте мықты выступать етеді, бірақ ол орысша. Но мен ойлаймын, одан да мықтырақпын деп. Бірақ мен қазақшада енді кішкене. А так мен қатты уважаю, жақсы көремін бәрін. Нақтағы там мен Шамиль Алудиновпен выступать еткенмін,
Даулатовпен бір сахнада выступать еткенмін, Ұлықбекпен бәрін жақсы көремін, бәрі мықты, әркім әр нәрседен мықты да, бірақ просто мен сахнадан өте мықтымын да. Сондықтан да осы залада Құдай қаласа тренингтер өткізіп Қазақстанды араласам ба деп жатырмын. Мен сұрағым келіп тұрған ақыры менің қанша жылдан бері осы сөзің өтімді болсын деген авторлық оқу бағдарламам бар. Бірақ енді жастарды оқытам. Ең осылай сахнада жақсы сөйлеу үшін не керек? Үш фактор. Үш фактор дейсіз ба? Мақұл. Бірінші фактор ол опыт, бәрібір практика. Көп шыға беру керек. Хотя мектепке шығып бастайсың, сосын универ, 10 адамға сөйлейсің, 5 адамға сөйлейсің, әйтеуір солай. Ол бірінші. Одан кейін көп білім. Сен енді сөйлеген кезде бір ойды, бір мысльді толыққанды жеткізе алу керексің ғой. Конструктивный, жүйелі түрде бір ойды жеткізе алу. Осы самый қирамат ететін көбісінде. Келеді сахнаға и бір жүйелі ой берілмей қалады. Презентация болмайды. Иә. Презентациясы болмайды, либо презентациясы болмаған кезде болды вообще құртады кейде. Вот осы жүйелі түрде жеткізе алу, көп выступать ету. Үшінші харизма. Иә, мүмкін. Иә, харизма. Көп зерттеп, көп қарау керек шығар. Негізі. Харизма сеніммен келеді. Иә. Ал сенім біліммен болады. Білім тәжірибемен толығады. Иә. Қысқасы оқу сөзің өтімді болсын. Иә. Жақсы. Енді бизнес лайфхактар Тоғжаннан. Талшыннан. Үшінші есім ойлап Асылзаттан. Иә. Меніңше табандылық сияқты болу керек адамда. Кішкене шыдай алу керек, шыдамдылық болу керек любой бизнесменде. Себебі бәрі көп байқайтын болатын болса, менімен де қатар бастаған қыздар бар да, осы именно кондитерлік істі, бірақ көбісі до конца жетпейді. Себебі жаңа айтқандай табандылық пен шыдамдылық жоқ. Кішкене күте алмайды да. Вот осы чувство болу керек деп ойлаймын. Тезірек нәтиже қалайды. Иә, тезірек нәтиже қалайды. Болды, сразу бәрі ойдағыдай болып кететін сияқты болып. Увы, не так. Вот сол шыдамдылықпен келек. Кішкене күте тұру керек, кішкене андай жаңағыдай салу керек, жұмыс істеу балу керек. Еңбек, инвестиция, табандылық. Иә. Дұрыс па? Иә. Рисковать етіп қайтпаған адам мақсатына жетеді дейді ғой. Типа мақсатына жететін қандай адам бар дейтін болса, кім рисковать ете алады и кім қайтпайды. Ол точно жетеді. Может оған 10 жыл кетуі мүмкін, но ол по-любому қалағанына жетеді. Егер қайтпаса. Просто бізде бәрі қайтып кетеді ғой. Жаңағыдай ғой, мен сайтқа ровно осыдан 5 ай бұрын жылап барған. Мен жабам кондитерская деп ше осыны. Вот буквально кеше біз осылай рекорд жасадық деген сияқты. Иә, рекорд жасады Шымкентте. Менен бизнес бастағысы келіп жүргендерге нөлден немесе бар бизнесін дамытқысы келетін адамдарға айтатыным ол лично брендін дамыту. Себебі лично бренд ол ақша. Жақында өзіңіз де көрген шығарсыз, Динара Сажан Сердар Камбаровтан интервью алған болатын. Сердар Камбаровтың бір макияж жасауы 1 миллион рубль тұрады. Яғни ол 6 миллион 7 миллион теңгедей примерно. Ал обычный визажистердің макияжы ол тұрады 6 мың теңге, 10 мың теңге, максимум бір 35 мың, 40 мыңға барады. Егер де өз салаңда ең қымбаты болған келсе, ең востребованный болған келсе, без личного бренда никак. Қазіргі таңда егер де компанияның табысын қатты арттырғың келетін болса, онда либо лично бренді бар адаммен жұмыс жасайсың, либо өзіңнің лично брендіңді дамытасың. Сол себепті лично брендті дамытыңыздар, және лично брендті дамытуға ең қатты көмектесетін қазіргі таңда бесплатная площадка это Instagram. Instagramды қолданыңыздар, Reels түсіріңіздер, өздеріңіздің аттарыңызға жұмыс жасаңыздар, чтобы сол ат арқылы кейін көбірек табу үшін деп айтады. Негізі ана не істейді ғой жаңағы осы адамдар жеке бренд дамытам деп микрофон алдына келеді, толқи бастайды, қорқады, немесе тикток түсірейін десе жылағысы келіп деген сияқты. Сол кездерде мен Кардашьяндарды есіме аламын. Кардашьяндар әулеті осыдан 10 жыл бұрын әлемдегі ең жексұрындар тұғын. Бір небізі соны істейді, бір Индиядан Америкаға көшіп барған қайдағы бір цыгандар сияқты деген сияқты неше түрлі хейт болатын. Бірақ қазір әлемдегі ең бай отбасы Кардашьяндар. Кайли, мысалы, Кайли Косметикс түк те күшті емес ана косметика, бірақ өйткені ол Кайлидікі болғасын алады. Ким киімдері. Яғни міне жеке брендтің анық бір мысалы. Кайли как раз осы помадасын шығарған кезде бірінші 30 секундында 3 оттенкіде шығарған ғой помада, 30 секундында тауып кеткен бәрі. 18 айда $420 миллион тапқан. Почему? Просто личный бренд. Бағана айтып отырсыз ғой өзіңіз, мен де 100% келісемін. Бағанадай ол помада бір күшті емес, артық ештеңесі жоқ. Бірақ личный брендтің арқасында сонша көп ақша алып келеді. Иә, Сердарды да мысалы ондай жағы мүмкін ол алтыннан жасалған косметика жақпайтын шығар бетіне, бірақ онымен бірге жағы мейкап жасаған процестегі 1 сағат
ол әйелге көп майндты, яғни open mind ақпарат береді, инсайт береді, ол энергетикалық тұрғыдан өзін жақсы сезініп бүйтіп шығады да, тойына қайда барады білмеймін ғой енді. Сол энергиясын сатып алып жатыр. Яғни жеке брендтің негізгі фишкасы сол энергия беру деп мен де интервью беріп кеттім ғой. Жақсы қыздар, жігіттер, рахмет айтамын. Өте қуаныштымын танысқаныма. Айта ғой. Мен де деймін. Мен бірдеңе айтқысы келіп шығар десем. Маған ұнаған интервью болды, шыны керек. Өзім осы жерде, білмеймін, сіздер де сезініп отырсыздар ма? Мен сөйлесіп отырып, кәдімгідей огонь болып жатыр. Супер. Қазақтың осындай рухани бай, көңілі тоқ, және қалтасы қалың, және ең бастысы мен бір байқап отырған болашағына сенімі өте мол, және көп нәрсені әлі аударып тастайтын, төңкеріп тастайтын мықты жігерлі жастар көп болсын. Сіздер де жігерленіңіздер және іске кірісіңіздер. Рахмет. Всем пока.